Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге ләззат. Бүгін керемет дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді барлығы 1 келі жіңішке етіп турап алып, кейін 3-4 қасық соя тұздығына жарты сағат көлемінде маринадқа қоятын боламыз. Етіміз дайын болғанға дейін көкөністерімізді толықтай турап дайындап аламыз. Біздің үйдің сүйіп жейтін салаттарының бірі, барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Көкөністерімізді толықтай бірігіп етіп, турап өзімізге ыңғайлы етіп дайындап аламыз. Келесі кезекте етімізді қоратын боламыз. Өзімізге ыңғайлы кеңірек ыдыс болғаны дұрыс. Ең алдымен майымызды құйып, етімізді жарты сағат көлемінде бұқтыратын боламыз. Пісіп дайын болған етімізге сарымсағымызды, дәмдеуіштерімізді және де көкөністерімізді салып, 3-4 минут көлемінде қайта қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Үстіне шамалы кунжут септім. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.